Қазіргі заманда алаяқтардың айласы күннен күнге көбейіп барады. Әсіресе өзін банк қызметкеріміз деп таныстырып, карттарды алдап, жинаған ақшасында тіпті кредит алдырып та кететін жағдайлар жиі кездеседі. Бүгінгі әңгіме сондай қылмыстың құрбаны болған сенгіш қария жайында. Бұл оқиға сізге де ой салар деп сенемін. Ауылда жалғыз тұратын қария Сапар ата бар еді. Жасы 70-тен асқан, өмір бойы адал еңбек еткен, зейнет жасында тыныш күн кешіп отырған жан. Балалары қалада, әрқайсысы өз тіршілігінде. Ата болса, ай сайынғы зейнетақысын алып, бір бөлігін күнделікті керек жарағына жұмсайды, қалғанын банктегі шотына салып қояды. Ертеңгі күні немерелеріме керек болып қалар деп ойлайтын. Бір күні түскі уақытта үй телефоны шыр ете қалды. Тұтқаның ар жағынан өзін банк қызметкерімін деп таныстырған жас жігіт дауысы шықты. Сәлеметсіз бе, Сапар мырза? Сіздің банк картаңыздан күдікті операция байқалды. Қазір біреу сіздің атыңызға несие рәсімдеп жатыр. Егер дереу тоқтатпасақ, бүкіл ақшаңыздан айырылып қаласыз, деді ол дауысын маңызды етіп. Қарт кісі жүрегі дүрсілдеп кетті. Ақшам кетсе қайтемін, балаларым да ренжиді ғой, деп ойлады. Не істейін, балам? Деп асыға сұрады. Телефондағы қызметкер дереу бағыт берді. Біз сізге көмектесеміз. Тек айтқанымызды бұлжытпай орындаңыз. Ең алдымен картаның алдыңғы бетінде жазылған нөмірді айтыңыз. Сосын смспен келген құпия кодты да жібересіз. Сол арқылы біз қорғау жүйесін қосамыз. Сапар ата ойланбастан айтқанның бәрін істей берді. Ол тіпті телефондағы адамдардың әр сөзіне сеніп, ақшаңызды сақтап қалу үшін өз атыңызға кредит рәсімдеу керек дегенге де көнді. Қазір ғана рәсімдеп, сосын жауып тастаймыз, деді олар. Қарт та келісіп, бар құпиясын айтып берді. Бірнеше сағаттан соң телефонына бірінен соң бірі смс хабарламалар келе бастады. Кредитіңіз мақұлданды, шотыңыздан ақша аударылды деген. Бірақ ол мән бермеді, себебі әлгі қызметкерлер әлі де қоңырау шалып, бәрін реттеп жатырмыз деп сендіріп тұрды. Арада бір күн өтті. Телефон үнсіз қалды. Қарт банкке өзі хабарласып еді, кеш болды. Есеп шотындағы бар жинағы жоқ, үстіне қомақты кредит рәсімделіп қойылған. Сапар ата сан соғып есеңгіреп отырып қалды. Алла-ай! Өз қолыммен бәрін беріп қойғаным ба? Деп күрсінді ол. Бұл жағдай ауылға тез тарап кетті. Көршілері жиналып жұбатты. Ата, бұл бүкіл ел алданып жүрген алаяқтардың айласы. Бұдан былай ешқашан ешкімге код, құпия сөз бермеңіз. Банк ешқашан телефонмен құпия мәлімет сұрамайды деп ақыл айтты. Сол күннен бастап Сапар ата әр кездескен жанға бұл оқиғаны ғибрат етіп айтып жүретін болды. Балаларым, есте сақтаңдар, адалдық ол жақсы қасиет. Бірақ аңқаулықтың соңы қасіретке апарады. Телефонмен хабарласқан кім болса да тексермей сенбеңдер. Әсіресе ақшаға қатысты істе қырағы болыңдар. Бұл оқиға бізге мынадай сабақ береді. Банк ешқашан құпия код, смс парольді телефонмен сұрамайды. Адам қанша адал болса да, сақ болмаса алаяқтарға жем болады. Сенімнің өзі жауапкершілік. Оны ойланбай бере салуға болмайды. Сақтықта қорлық жоқ деген сөздің мәні осындайда ашылады. Міне достар, ақкөңіл қарттың басынан өткен қайғылы жағдай осындай. Бұл оқиға бізге бірақ нәрсені үйретеді. Банк ешқашан телефон арқылы құпия сөз, смс коды, карта нөмірін сұрамайды. Ондай хабарласулардың бәрі алаяқтардың айласы. Адал болайық, бірақ аңқау болмайық. Сақ болу өзіміздің де, отбасымыздың да қауіпсіздігі. Егер бұл оқиға сізге ой салса, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бір-бірімізге ғибрат болайық.